Апасын о баста аузын көпіріп мен мақтап айттым, я. Одан кейін маған сенім білдіріп сатып алған жандар қазір аузының суы құрып айтып жатыр. Қазақта 100 рет естігенше 1 рет көру керек дейді. Дәл солай 100 рет естігенше әрбір қыз келіншек 1 рет қолданып көру керек Саншайнның шаш күтіміне арналған жиынтығы. Шампунь, кондиционер, шашқа арналған маска. Шашты ылғалдандырады, қайратты етеді, жібектей сусылдатып, шашыңызға табиғи жарқыл береді. Қайызғақпен күресіп, бас терісінің майлануының алдын алады. Шашы өте майлы кісілер алыңыздаршы. Аптасына 3 рет жуатын, күнде жуатын кісілер. Бірте-бірте шашыңыздың майлануы азайып, құп-құрғақ болады. Бұл жандардың қатарында өзімде бармын. Қазір аптасына 7 күнде 2 рет жусам жеткілікті, тіпті майланбайды да. Дәл қазір сіздер осы өнімді сатып ала отырып, сіздер сұрап жүрген, көптің көңілінен шыққан өнімді тегін сыйлыққа беремін жанына. 5 бармақтан қалған қамырды ертеңгі түскі асқа осылай турама жасап жатырмын. Бұл нарын емес. Біздің оңтүстік жақтағы Шардара, Жетісай, Шымкенттің жеңшелерім айтатын шығар. Неменеге Америкадан шыққан Кристофер Колумб сияқты отыр деп. Мысалы, біздің Қарағанды жақ, мен қайын жұртым, мысалы, бұндай тамақ білмейді. Жасамайды мүлде бұлай. 5 бармақтан кейін ертесіне түске тамақ істемейміз ғой. Баяғыда мамам ұрсатын еді, қамырларың шаштай болып шықсын, шаштай деп. Немене мынау сиырға тураған сияқты деп. Ертеңге турамам дайын, түскі асқа еті, міне қамыры. Бір тамақтан бірнеше тамақ істеуде мастер-класс өткізейін бе сіздерге деп па? Қараңыздар, мынау турама ертеңге. Балалар көбінесе жемеймін дейді, сол кезде картошкамен мына етті майдалап турайсың да, кәдімгі кеспеге жағыласың ғой, қамырын сәл шалап пісіресің да, кеспе қып ұзын-ұзын қып кесіп ше. Одан кейін үйде еркектер бар ғой, ер азаматтар, сорпаға тоймай қалады дейтін болсаңдар, жаңағы 5 бармаққа картошка сәбізді сәл көп қосасыңдар да, сол қайнатылған ет, жұмыртқа қайнатып, соленый огурцы, майонез, горох қосып, оны оливье салат қып тастайсыңдар. Бір апам мен обал болады өлтіреді деген екен ғой, сол сияқты қалғым. Обал болады. Жық қою керек. Ырысбаладан товар ағандарды вообще түсінбейме, өз құқтарын неге білмейсіңдер? Сендерде қазір шанс көп қой, қайта 2 күн бұрын машина разыгрывать ету керек еді. Ол қазір тағы да адамдардың санын көбейтіп жатыр. Дезодорантқа бір бәле қосып пихать етіп жатыр. Сендердің шанстарың түсіп жатыр. Продажа көбейген сайын сендердің шанстарың түседі. Давайте требуйте. 2 күн бұрын ойнату керек еді. Зато біреулерің точно, екеулерің бай машина алып қаласыңдар. Шанстарың көп кезде. Давайте давите, пусть ойнатсын. 2 күн бұрын ойнататын конкурсын. Неменеге қашып жүр? Қалайсыздар? Сторисқа біраз болыпты, шықпағаныма. Жаңағы емшінің страничкасын таппай қалдым құрсын. Ырысбаланы мақтап, бір күшті қып салыпты. Тиктокта ақша табады екен. Ол ақшаның налогы төленіп жатыр ма? Не себеппен ақша алады? Қандай сертификаты, болмаса дипломы бар, елді емдейтін. Негізі сұрақтар көп. Осындай қышынған адамдар өздері шығады ма? Негізі қышынып. Одан кейін жаңағы екінші жертва жертва ботокса. Оғанда кезек келеді. Жертва ботокса менің немді көбейтіп жатыр, қайта охватымды пока оттай тұрсын. Потому что елдер кіріп, олгым деп мені іздеп жатыр екен. Келіңдер, парақшаға өтіңдер, көздеріңді ашыңдар. Әйтпесе бажылдаған қатындардың арттарына еріп, бәрлерің мал болдыңдар ғой. Өткен жылда ойыстып біреулердің өтін жарған, ішіне пышақ айналмай, мынау қыз байып кететін болды ау. Бұл неғып байын деп атыр, бұл неғып байыды деп. Не істеп атыр, бұны тексерсін деп. Айналайындар, өткен жылда қателеспесем қыркүйек қазан айында
ешқандай қорғаушысыз ақ өзім Астана қалалық сотына қатысып, өзімнің істеп жүрген жұмысым адал екен, шынайы екен дәлелдеп шыққам. Бір рет болды не, екі рет болды не, вообще андай мен қытығыма бір нәрсеме тия алмайсыңдар. Себебі мен адаммын ең бірінші, өз басымды алып жүр алам. Мен не істеп жүргеніме жауап бере алам. Аққа Құдай жақ дейді. Ақтың Алланың жағып берген шырағын ақымақ үрлеп өшіре алмайды дейді. Ұйқыдан тұрсам есікті біреу қағады. Маған сюрприз алып кепті байым туған күніне. Спорт және туризм министрлігінен хат келіпті. Істеп жатқан іс әрекетіңе түсініктеме деп. Ей, сорлылар. Өзі бола алмайды, болғанды көре алмайтын ана недегі тиктокта басқа жерде қаралап отырып, ойбай мынау байып кетті деп өздерінің көттерін тепсең көк тиынның дыбысы шықпайды, бірақ біреудің қалтасын санағыштар. Өздері тұрып бір жерлерін көтеріп жұмыс жасағысы келмейді. Әркімді қаралап, ақша үшін елді, жерді бәрін сатып кетуге дайындардың жасап жатқандар. Айналайындар. Мен кішкене орысшалау жерде өскемді, Шардара деген. Өзбекстанмен шекаралас. От этого мне ни жарко, ни холодно. Понимаете? Бұл жағдай өткен жылда болған. Қазақта ішің күйсе тұз жала дейді. Жата қалып домала. Одан қалса тұзға. Ана іші күйіп, өртеніп баратқандар. Бұл маған кедергі де емес, іштеңе де емес. Мен істеп жүрген, не істеп жүргенімді білем мен өзімнің. Мен өзіме жауап бере алам, мен өзім басымды тік алып жүр алам. Одан кейін мен біреудің ақысын жемейм. Жүрген жерімнің бәрінде әділдік, шындық, адалдық. Ырысбаланың кіршасы кім? Кіршам менің, жоғары жақта. Сен сияқты арамзалардың сөзі өтпейді о жаққа. Құдай менің кіршам. Алла бір төмемдегі. Ары кетсе бір-екі сағат уақытым кетеді, болды, басқа ештеңем кетпейді. 5 бидайым күймейді. Сен бірің шекер, бірің бал, бірің өліп, бірің қал деп өле қалда Алланың алдына барып сұра. Бір үндемедім, 2 үндемедім, 3 үндемедім. Сиыр сипағанды, санасы сыйлағанды білмейді деп, балақтағы бет басқа шықты деп, басқа шығып шайын дедің ғой сен, мен асырап алған қызыңа ұқсатып. Әй, бұл да бір халыққа көмегі тиіп жүрген біреу шығар деген мақсаттан үндемедім. Екіншісінде қой шешемен жасты қатын екен, нем бар дедім. Болдай далайын, көкірегің, мінезің, ана сәсәсә деп қалған тілің өзіңе жинап ал барлығын. Шықпайым ал, не істейсің ал? Мені кеп үйінен шығара аласың ма не? Қолыңнан келе ма не сол? Керемет шығарсың тегі. Көпке қаршы сыққан көмеусіз қалады дейді. Әй, көп қолдап жатқан қазақтың қатынының біреу екен, қойшы дедім. Сол 100 отбасы баспаналы болғанда, біреуінің баспаналы болуына 1 тиын қосқан болсаң, келді манен соны талап ет. Айдылада отырып алып, шәңкіл деген иттердің соңынан қосылып үре бермей.